Сәлем достар, бүгін біз Сабан қалпақ қарақшылар тобындағы Усоп атты аңыз кейіпкер туралы айтамыз. Усоп One Piece әлеміндегі ең ерекше әрі терең жазылған кейіпкерлердің бірі. Усоптың ерекшелігі ол Монки Ди Луффи немесе Раронна Зоро сияқты табиғатынан күшті емес. Ол кәдімгі қарапайым адамға ең жақын кейіпкер. Сондықтан оның қорқынышты жеңуі көрерменге қатты әсер етеді. Себеп Усоптың болмысы сондай қорқақ, бірақ теңіздегі ұлы батыр болу. Усоптың туған жері Сироп тыныш арал атты жер. Бұл тыныш, кішкентай ауыл болатын. Усоп күнде ауыл ішінде жүгіріп жүріп, қарақшылар келді, деп айқайлайтын. Адамдардың мазасын алатын кей адамдар, ашуланса кей адамдар күлетін. Ауыл адамдары бұған үйреніп кеткен еді, өйткені ол үнемі өтірік айтатын. Бірақ бұл өтіріктің астарында үлкен мұң жатқан. Усоптың әкесі Ясоп теңізге кетіп қалған, ал анасы Баншина қайтыс болған. Сол себепті Усоп өзін жалғыз сезініп өсті. Кейбір жанкүйерлердің ойынша ол қарақшылар келді деп айқайлау арқылы әкесінің бір күні қайтып келетініне сенгісі келген. Ал Луффи және Зоро, Нами, Сироп ауылына келген кезде Усоп алғашында олардан қорқып қалады. Бірақ Луффидің Шанкс туралы айтып, Ясопты танитынын білген соң, Усоп бірден қызығып кетеді. Луффи оған: «Сенің әкең керемет қарақшы», деп айтады. Бұл Усоп үшін өте маңызды сәт еді. Себебі ол әкесін тастап кеткен адам ретінде емес, мақтан тұтар батыр ретінде көре бастады. Кейін олар бірге Кея мен Куро оқиғасына араласады. Сол жерде Усоп алғаш рет шынайы батылдық көрсетеді. Қорықса да ауылын қорғау үшін шайқасады. Осы оқиғадан кейін Усоп Сабан қалпақ қарақшылар құрамына қосылып теңізге аттанады. Ал ауылды құтқарғандар үшін командаға сыйлық ретінде Going Merry атты керемет кемесін алады. Усоп туралы ең қызық нәрсенің бірі, оның өтіріктері уақыт өте келе шындыққа айналып кетеді. Эйчиро Ода мұны әдейі әзіл әрі тағдыр элементі ретінде қолданады. Мысал, Усоп үнемі «Менің 8000 адамдық армиям бар», деп мақтанатын. Кейін Дресс Роза аралындағы оқиға кезінде көптеген адамдар оны көсем ретінде көріп, артынан ере бастайды. Осылайша оның әскері шынымен пайда болды. Ол бір кезде алып алтын балық туралы өтірік айтқан. Кейін Little Garden арка кезінде команда шын мәнінде алып алтын балыққа тап болады. Усоп өзін ұлы капитан деп көрсететін. Қазір One Piece әлемінде көп адам оны шынымен қауіпті әрі беделді адам деп санайды. Ол «мені құдайдай сыйлайды» дегендей әсірелеп сөйлейтін. Ал Дресс Розадан кейін оған ресми түрде «Құдіретті Усоп» деген ат берілді. Басында ол алыптар туралы қиялдап көп айтатын. Кейін Дорри мен Броги сияқты алыптармен дос болып, Эльбаф еліне бару арманына жақындай түсті. Тағы бір өтірігі: «Мен батыл теңіз жауынгерімін». Алғашында бұл жай жалған сөз сияқты еді. Бірақ уақыт өте Усоп шынымен қорқынышын жеңіп, достар үшін жанын салатын адамға айналды. Сол себепті жанкүйерлер арасында «Усоп өтірік айтпайды, болашақта алдын ала айтады» деген әзіл бар. Тағы бір қызық теория бар. Усоптың ең үлкен өтірігі: «Мен атақты капитанмын». Қазір ол толық капитан емес. Бірақ болашақта жеке топ басқарып қалуы мүмкін. «Мен аңыз боламын». Қызығы, құдіретті Усоп аты шыққаннан кейін бұл да шындыққа жақындап қалды. «Мен батылмын». Бірақ One Piece соңында осы өтірік толық шындыққа айналуы мүмкін. Өйткені Усоптың бүкіл жолы қорқақ баладан батыр адамға айналу тарихы. Усоп күші жұдырықта емес, мергендігінде, тапқырлығында және тактикасында. Ол Луффи немесе Зоро сияқты жақын шайқасқа емес, алыстан соғысқа маманданған. Усоптың қарулары: рогатка. Ең алғашқы қаруы қарапайым рогатка. Бірақ Усоп оны шебер қолданып, жұмыртқа, ашы бұрыш шарлары, жарылғыш оқтар сияқты заттарды пайдаланатын. Кабуто. Кейін Усоп күштірек Кабуто қаруын жасады. Ол үлкен әрі қуатты рогатка болатын. Қара Кабуто 2 жылдық жаттығудан кейін жаңа қару алды. Бұл қару ерекше өсімдіктермен бірге жұмыс істейді. Попгрейн. Усоп джунгли жеріндегі ерекше өсімдіктерді пайдалана бастады. Мысалы, жауды байлап тастайтын өсімдік, жарылатын өсімдік, қорғаныс жасайтын үлкен гүлдер, қарсыласты ұстап алатын жыртқыш өсімдіктер. Мергендігі туралы. Усоп One Piece әлеміндегі ең мықты мергендердің бірі. Ең керемет сәттері: Энис Лобби кезінде өте ұзақ қашықтықтан дәл атып, маңызды нысананы жояды. Дресс Роза кезінде мүмкін емес сияқты көрінген өте алыс қашықтықтан атып, Сахаровтың қабілетін тоқтатады. 2 жылдан кейін ол Кенбунсёку хоккейді оятады.
Бұл оған қарсыластың орнын алыстан сезуге көмектеседі. Қысқаша түсіндіріп берсем, хоккейдің 3 түрі бар. Кенбунсёку хоккей One Piece әлеміндегі хоккейдің 3 негізгі түрінің бірі. Оны қазақша қарапайым түсіндірсек, сезіну хоккейі немесе бақылау хоккейі. Бұл күш адамның қарсыластың қай жерде тұрғанын сезуіне, шабуылды алдын ала байқауына, алыстағы адамдардың барын анықтауына, кейбір мықты қолданушылардың болашақтың бірнеше секундын көруіне мүмкіндік береді. Мысалы, Луффи шайқас кезінде жаудың келесі қозғалысын сезе алады. Усоп Дресс Розы кезінде бұл қабілетті алғаш рет оятты. Ол өте алыс қашықтықтағы нысананы дәл сезіп аталды. Катакури бұл хоккейдің өте жоғары деңгейін меңгеріп, бірнеше секунд болашақты көре алатын. Хоккейдің 3 түрі. Кенбунсёку хоккей сезу, бақылау. Бусусёку хоккей қорғаныс және шабуылды күшейту. Хаосёку хоккей патшалық иір күші сирек адамдарда болады. Усоптың мергендік қабілеті мен Кенбунсёку хоккей бірге жұмыс істегенде ол өте қауіпті мергенге айналады. Дресс Розадағы өте алысқа жасаған дәл соққысы соның дәлелі. Бұл қабілеттер One Piece әлеміндегі көп адамдарда бола бермейді. Тағы қызық нәрсе, Усоптың әкесі Ясоп та әлемдегі ең мықты мергендердің бірі. Көп жанкүйер One Piece соңында әке мен баланың мергендік шеберлігі сыналатын сәт болады деп күтеді. One Piece әлеміндегі Сагекинг және Going Merry кемесі Усоп үшін тығыз байланысты оқиғалар болатын. Усоп неге Going Merry кемесінің жанын көрді деген сұрақ One Piece ішіндегі ең әсерлі құпиялардың бірі. Мерридің жаны Клабатерман деп аталатын рух. Бұл теңіз аңыздарында кеме экипажын жақсы көргенде пайда болатын кішкентай рух ретінде айтылады. One Piece әлемінде де осы аңыз қолданылған. Неге дәл Усоп көрді? Себебі Усоп Мерримен ең қатты байланыс орнатқан адам. Ол кемені үнемі жөндеп жүрді. Басқалардан бұрын Мерридің шаршағанын сезді. Кемені жай зат емес, тірі дос ретінде қабылдады. Әсіресе Скайпи аралына саяхат кезінде түнде Усоп сынған Мерридің өздігінен жөнделіп жатқанын байқайды. Сол жерде оған кішкентай рух көрінеді. Басқалар мұны байқамайды, өйткені олар ол кезде ұйықтап жатқан, немесе кемемен Усоптай терең байланыста болмаған. Кейін Фрэнки Клабатерман туралы түсіндіріп береді. Кеме экипаждың махаббаты мен қамқорлығын сезінгенде ғана мұндай рух пайда болады. Усоптың өзі де командадағы ең қарапайым адам болғандықтан ол Мерридің ауыр хәлін бәрінен көбірек түсінді. Сондықтан Мерридің жаны алғаш болып дәл соған көрінді. Бұл оқиға Усоп пен Мерридің арасындағы байланысты одан сайын күшейтті. Тіпті кейін Усоптың Луффимен жанжалдасуының бір себебі де Мерриді тастап кеткісі келмеуі еді. Себебі Усоп үшін Мерри жай кеме емес, нағыз накама болатын. Мерри енді жөнделмейтінін Фрэнки Усопқа түсіндірген соң, Усоп One Piece әлеміне жаңа кейіпкер болып келеді. Сагекинг болатын. Сагекинг One Piece ішіндегі ең есте қалар бейнелердің бірі. Оның аты Соге мерген Кинг патша, мергендер патшасы. Сагекинг алғаш Енис Лобби кезінде пайда болды. Оқиға былай болған. Усоп пен Луффи арасында Мерри кемесі үшін үлкен жанжал шығады. Усоп командадан кетіп қалады. Бірақ кейін Ника Робин құтқару керек болған кезде Усоп достарын тастап кете алмайды. Алайда командаға бірден қайта оралуға намыстанып жаңа кейіпке кіреді. Сөйтіп бетперде тағып, мен снайпер аралынан келген Сагекингпін деп таныстырады. Бірақ күлкілі жері снайпер аралы деген жер жоқ. Тіпті әнде снайпер аралы жүрегімнің ішінде дейді. Сагекингтің ерекше сәттері. Усоп үкімет туын атып өртеген атақты сәт. Алыс қашықтықтан мергендік қабілетін көрсетуі. Луффи шаршаған кезде рух беріп соңына дейін күресуге итермелеуі. Қызығы One Piece ішіндегі әзілдердің бірі. Луффи мен Чоппер ұзақ уақыт Сагекинг пен Усоптың бір адам екенін түсінбегендей әрекет етеді. Усоп One Piece әлеміндегі әлемдік үкімет үшін үлкен қауіпті адам болып шықты. Сонымен Усоптың басына қойылған награда қалай өскені туралы айтсақ. Усоп басына қойылған наградалар уақыт өте өсіп отырды. Сагекинг ретінде Энис Лоббиден кейін 30 мың Белли. Дресс Роза оқиғасынан кейін құдіретті Усоп атанған соң 200 мың Белли. Вано оқиғаларынан кейін қазіргі 500 мың Белли. Қызығы Усоп көп жағдайда атақты батыр болып жоспармен емес, күтпеген жағдайлар арқылы танылды. Бірақ оның батылдығы мен достарын қорғауы сол награданың өсуіне үлкен әсер етті. Көпшілік Луффиді, Зороны немесе Санджиді жақсы көреді. Бірақ қарапайым адамның арманы мен қорқынышын ең жақсы көрсететін кейіпкер Усоп.
Сондықтан ол әлсіз үштіктің мүшесі емес, сабан қалпақтардың нағыз батырларының бірі. Қорқақ адам батыр болмайды деген сөз емес. Атақты жазушы, тақтар ойынының авторы Джордж Мартин әдемі бір керемет сөзі бар. Қорқып тұрған адам қалай батыр болмақ? Нағыз батылдық қорқынышқа қарамастан алға қадам басу. Міне, Усоптың бүкіл болмысын дәл сипаттайтын сөз осы. Өйткені батырлар қорықпайтын адамдар емес. Батырлар қорқынышын жеңе білетін адамдар. Ал Усоп дәл сондай батыр. Достар, біз аңыз Усоп туралы әңгімені осымен аяқтаймыз. Алда бізді керемет оқиғалар күтіп тұр, мүмкін ол армандаған мақсатына жетіп Луффимен бірге One Piece'ті тауатын кейіпкер. Бізде келесі кейіпкер Зорро туралы болады немесе Нами туралы болады. Өз ойларыңды айта кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.